Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен арнамда өте дәмді әрі тез дайындалатын ыстық тағам гүл мантыйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырын дайындау үшін ыдысымызға су, тұз, жұмыртқаны салып араластырамыз. Содан соң ұнымызды қосып қамырын илеп аламыз. Қамырын илеп даярлап болған соң үстінен тығыздап басып, бетін салафанмен жауып, бөлме температурасында салмасын даярлағанша тындырып қоямыз. Салмасын дайындау үшін фарш, жуа және де малдың майын қосып, дәміне қарай дәмдеуіштерін салып араластырып аламыз. Салмасын даярлап алдық, содан соң ұнымызды сеуіп, қамырын жайып аламыз. Алдымен қамырының үстінен осылай жақсылап қолымыздың көмегімен тығыздап бассаңыздар, қамыры жаюға ыңғайлы болады. Қамырды дәл мантыға жайғандай жұқалықта жаямыз. Қамырын толықтай жайып даярлап алдық. Енді кезекте дөңгелектеп формаларды кесіп шығамыз. Немесе кесетін формаңыз болмаса, кесемен кесіп шықсаңыздар болады. Содан соң осы дөңгелектердің 4 бөлігінен алып, араларына су жағып шықсаңыздар, қамыры өте жақсы жабысады. Жақсылап қолымызбен бастырып аламыз. Содан соң ортасына салмасын салып, аз-аздан салып аламыз, және де бір-біріне үстінен дәл осы видеодағыдай осылай жабыстырсаңыздар, өте әдемі гүл манты болып шығады. Айналасын міндетті түрде бастырып жабыстырып аламыз. Міне осылай әдемі болып шығады. Барлығын дәл осы күйде дайындап аламыз. Барлығын даярлап алған соң мантаваркаға орналастыру үшін астын сұйық маймен майлап аламыз. Піскен кезде жабысып қалмас үшін. Және де алдын ала отқа суын қыздырып қойдым. Үстіне мантаварка насадкасын қойып, крышкасын жауып, қамыры піскенше пісіреміз. Содан соң табада подливын дайындау үшін сары май, жуа, сәбізімізді салып араластырамыз. Суын жаңағы мантаварканың астында судан құйсаңыздар болады. Сол кезде дәмдірек шығады. Крышкасын жауып, сәбіз піскенше пісіріп аламыз. Міне гүл мантыларымыз да дайын болды. Өте әдемі, жіп-жұмсақ болып пісіп шықты. Сіздер де осы рецептімен жасап көріңіздер міндетті түрде. Подливын салып, үстіне көк жуасын салып, әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Егер де мен рецептім ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.